Түркістан облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері заңсыз айналымнан 130 келіге жуық есірткі затын тәркіледі. Жыл басынан бері өңірде есірткі қылмысы бойынша 185 дерек пен 120 есірткі теріс қылықтары тіркелді. Оның ішінде есірткі контрабандасы 11, есірткі сату 24, аса ірі көлемде есірткі сақтау бойынша 9 жайт анықталған. Сондай-ақ 17 есірткі өсімдігін егу деректері ашылды. Ғаламтор желілеріне мониторинг жүргізу кезінде 143 сайт анықталып, олардың қызметіне шектеу қойылды. Мәселен, түркістандық полицейлер ірі көлемде синтетикалық есірткіні телеграм арқылы өткізіп жүрген жас жігітті ұстады. Шымкент-Самара тас жолының бойында күдікке ілінген Toyota автокөлігін тоқтатты. Көлік ішіндегі жолаушыға тінту жүргізу барысында оның шалбарының сол қалтасынан 36 дана сары түсті изолентаға оралған есірткі затына ұқсас ұнтақ табылып тәркіленіп алынды. Сондай-ақ ұсталған жас жігіттің телефонын қарау барысында телеграм әлеуметтік желісі арқылы есірткі сатумен айналысқаны белгілі болды. Тиянақты тексеру кезінде күдіктінің Түркістан қаласы аумағында синтетикалық есірткі салынған орамаларды өзі белгілеген жерге көміп, сол арқылы сататыны анықталды. Аталған жайтты полиция қызметкерлері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы бойынша тіркеуге алып, күдікті қамауға алынды. Есірткі қылмысына қарсы жүйелі рейдтік шаралардан бөлек жыл сайын елімізде ауқымды Қарасора жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіледі. Бұл жылы да аталған іс-шараға барлық қажетті мамандар, техникалар мен қызметтік іздестіру иттері жұмылдырылған. Аталған толық құрамдағы топ рейд жүргізу барысында ірі көлемдегі есірткі алқаптарын анықтап жоюда. Мысалы, тәжірибелі тәртіп сақшылары Қарасора 2022 шарасы басталған сәтте жергілікті тұрғын егде жастағы ер адамның үйінің артқы жағынан егілген, күтіп бапталған есірткіге ұқсас өсімдіктер тапты. Айғақты зат ретінде күдіктіден 2720 түп өсімдік тәркіленіп сараптамаға жіберілді. Сараптама қорытындысымен алынған түптер көкнар өсімдігі болып шықты. Қазіргі таңда аталған жайт Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 300 бабымен тіркеуге алынды. Бұдан бөлек 2400 түп еккен тұрғын анықталып, есірткінің көзі жойылды. Маусым айының 26-сы халықаралық есірткі бизнесіне және нашақорлыққа қарсы күрес күні. Осы айтулы күнге қарсы республика көлемінде бір айға жоспарланған есірткісіз болашақ тақырыбында кең көлемді акция бастап алды. Осы тақырып аясында Түркістан облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері облыс әкімдігімен бірлесе отырып, маңызы зор іс-шара ұйымдастырды. Жастар, оқушылар жиналған іс-шара ең алдымен таңертеңгілік жаттығулар жасаумен басталды. Одан кейін салауатты өмір салтын және есірткіні қолданудың зияны туралы ұрандармен есірткісіз болашақ атты флешмоб ұйымдастырылды. Спортшы велосипедшілер болса, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын орталық стадионға салтанатты түрде алып шықты. Өз кезегінде жедел әрекет ету арнайы жасағының қызметкерлері өздерінің шеберліктері мен жауынгерлік дағдыларын көрсетті. Ал кинологиялық қызметтің кинологтары қызметтік іздестіру иттерінің өнерін көрсетті. Осы мақсаттағы ауқымды шараның бірі Түркістан облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы мамандарымен бірлесіп ұйымдастырылды. Киелі Түркістан қаласында өткен марафонға 200-ге жуық мемлекеттік қызметші, құқық қорғау органдары мен күш құрылымдарының қызметкерлері қатысты. Спорттық іс-шараның қорытындысы бойынша біздің полиция қызметкерлері жүлделі орындарға ие болды. Жалпы профилактикалық іс-шаралар қатары мұнымен толастамайды. Есірткіден сақтандыру мақсатында адамдар көп шоғырланған орындарға, тақтайшаларға тұрақты түрде ескертпелер орналастырылады. Сондай-ақ ағымдағы жылдың 5 айында есірткі және нашақорлыққа қарсы барлығы 35 мыңға жуық оқушы мен студент жастар қатысқан 44 профилактикалық іс-шара өткізілді. Алдағы уақытта да Түркістан облысының полицейлерімен есірткі қылмысын жоюға бағытталған шаралар жалғасын табады, тоқтамайды. Бастысы осы қиын да қауіпті қызметте оң нәтижеге жету.